Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар? Бүгінгі шұғыла тобында өткізіліп отырған «Қош бол балабақшам» атты ертеңгілігімізге қош келдіңіздер. Бізге сыйлап сыңғырлаған күлкіңді, сәбилерім жүздеріңде нұр тұнды. Бізден ұшып, қанат қағып, есейіп, өздеріңмен қоштасатын күн туды. Толқимыз, толқып тұрсыз баршаңызда, мұндай күн болған сірә қаншаңызда. Қол соғып, қошеметтеп шақырайық, бүлдіршін түлектерді ортамызға. Ақылды қыз Раяна, ойы ұшқыр, тым зерек. Өз ақылды, өз ойлы Мұхаммеджан ұлымыз. Қызымыз мына Аделя, өзі сондай әдемі. Аяру деген қызымыз өзіне сай әдебі. Ұл ойшылдай болатын Бағжандай біздің ұлымыз. Салмақты қыз Назерке жымияды күлімдеп. Мөлдіреген көздері, салмақты оның сөздері Робия деген қызымыз. Әдепті де біледі, айтқаныңа көнеді Мағжандайын ұлымыз. Жарқын жүзді гүліміз Еркемайдай қызымыз. Бала жанын терең ұғына білетін, талапшыл, кішіпейіл, мәдениетті тәрбиешіміз Жансая Абду Али қызы. Жақсылыққа құмармыз, жақсы адам боп шығамыз. Таза сәби жүректен қабылдаңыз мың алғыс. Тыңдаған көңілдегі толғамымды, шынаған тәрбиемен талғамымды. Өмірдің маған сыйы деп білемін, өзіңдей жанға шәкірт болғанымды. Табылған балапанем миядағы, қырандай жетілдірдің қиядағы. Ұстазға деген ыстық сағынышым, бірәнге қалай ғана сыялады. Ұстазым менің қамқорым едің, балыған асыл өнерге. Жүрегің дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Өнердің мен білмейтін қатпайларын, жаныма сіңіргенше тоқталмадың. Алдымнан шықты бүгін қолың болған, қанша жыл қиялдаған тәтті арманым. Ұстазым менің қамқорым едің, балыған асыл өнерге. Жүрегің дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде.
оқимыз, білім аламыз, болашақ жолын саламыз. Бақша менен қосташып, бір мектепке барамыз.